Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі диктантымыздың тақырыбы құмырсқа және илеу. Мәтінді оқып берем, мұқият тыңдаймыз. Құмырсқа ши тауып алды. Ол шиді илеуіне қарай сүйреді. Бірақ ши ауыр болып шықты. Құмырсқа оны жалғыз сүйрей алмады. Ол жолдастарын көмекке шақырды. Бәрі бірдей шиді илеуге жеткізді. Жалпы 32 сөз. Ендеше диктантымызды бастаймыз. Құмырсқа ши тауып алды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Ол шиді илеуіне қарай сүйреді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Бірақ ши ауыр болып шықты. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Құмырсқа оны жалғыз сүйрей алмады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Ол жолдастарын
көмекке, шақырды, сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Бәрі, бірдей, шиді, илеуге, жеткізді, оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды.